Баршаңызға қайырлы күн. Біз бүгін сіздермен дәл осылай зебра пирогын жасайтын боламыз. Оригинал рецепт және де үйде табылатын өте қарапайым заттармен жасалады. Дәл осылай көлемі үлкен және де миксерді қажет етпейтін таразының көмегінсіз жасалатын осындай пирог пайда болады. Ең алдымен таза ыдысымызға осылай жұмыртқамызды құйып алатын боламыз. Және де құмшекер екеуін жақсылап араластыратын боламыз. Екеуі араласқаннан соң көлемді жаңағы көпіршік пайда болады. Екеуін жақсылап араластырып болғаннан соң жаңағы сұйық майымызды құйып, оны да жақсылап араластырамыз. Бөлме температурасындағы сүтімізді құятын боламыз. Ас содасын қосып, жақсылап араластырып, көпіршітіп алатын боламыз. 300 грамм ұнымызды салып, жақсылап араластырамыз. Алдын ала електен өткізілген ұн болса, өте керемет болып шығады. Арасында түйіршік қалып кетпейтіндей етіп жақсылап араластырамыз. Және де келесі ыдысымызға жаңағы осы сұйықтығымызды екіге бөліп алатын боламыз. Біреуіне какао қосып араластыратын боламыз, ал екіншісіне 2 ас қасық жаңағы ұнымызды салып араластырамыз. Себебі екеуінің қоюлығы бірдей болу қажет. Мен жаңағы рахатовский жаңағы какаоны қолдандым. Дәмі өте керемет, шоколад тәрізді болып шығады. Сіздерге де сол рахатовский какаоны қолдануға кеңес беремін. Венчиктің көмегімен дәл осылай жақсылап араластырып алатын боламыз. Арасында түйіршік қалып кетпейтіндей етіп араластырып аламыз. Мен 24 диаметрлі форманы қолдандым. Және де астын бірсыпыра майлап шықтым. Және де осы 2 түрлі жағы сұйықтығымызды кезек-кезек құйып шығатын боламыз. Арнама жаңадан қосылған жандар болса, тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетулеріңізді сұраймын. Алдын ала қыздырылған пеште 180 градуста 30-35 минут көлемінде пісіріп алатын боламыз.
бетіне сәндік үшін дәл осылай ұзын жағы палочкамен осылай сәнін келтіріп бетіне узор жасап шықтым. Піскеннен соң өте керемет болып шықты. Назарларыңызға рахмет. Қош сау болыңыздар.